Ассаламу алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай керемет хачапури жасаймыз. Құрамына кіретін барлық заттар қолжетімді. Бірге жасайық. Әр қазағым жалғызым видеоны қолдап кетіңіз. Ең біріншіден жылы суымызды құйып, жылы сүт, оған тұз, қант салып, бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып алайық. Одан кейін нан қопсытқышымызды қосамыз. Онды екі бөліп, қосып, електен өткізіп, жақсылап араластырып аламыз. Өсімдік майын қосамыз, қамырды жақсылап елейміз. Қамырымыз дайын болды, 60 минутқа қоямыз. Қамырымыз көтеріліп, осындай лүпілдеп болып шығады. Екіге бөлеміз. Қолымызбен жайып шығамыз. Өткіштен өткізілген сырымызды қосамыз. Молынан қосып, осылай қолымызбен жинастырамыз қамырды. Онды сеуіп, қамырды оқтаумен жаямыз. Жұмыртқаның сарысын үстінен жағып, сырды сеуіп шығамыз. Қамырымыздың екінші бөлігін тура біріншісін жасағандай жасап шығайық. Қызып тұрған 200 градус пешімізге 20-25 минутқа салып пісірейік. Хачапурimiz дайын. Осындай доп-домалақ, әп-әдемі, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, сыры созылмалы болып шығады. Міндетті түрде сіз де жасаңыз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Жанұяларыңызды таңғалдырыңыз.
Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып тіркелуді ұмытпаңыз.